Сәлем достар, сендермен Гартман достар. Бүгін бізде өте күшті жаңалық, яғни күшті жаңалық. Бұл күшті жаңалықтың артында тосын сый бар сіздерге. Сондықтан қазір бізде 500 жазылушы. Достар, мен осылай болады деп ойлаған жоқпын. Менің достар, мінекей, бақ берсеңдер 500 подписчик болып құттықтаймын деп фото неменелер жіберіп жатқандары бар. Осы фото жіберген достарыма өте көп рахмет айтамын. Достар, сендерге аттаушы рахмет, сендер мені қолдап жатсыңдар. Осы 500 подписчикке орай біз өте керемет конкурс ұйымдастырайын деп жатырмыз. Бұл конкурс өте оңай. Бұл конкурс ертеңгі видеода болады. Оған біз қазірше спонсор іздеп жатырмыз. Спонсор керек. Спонсордың бағасы өте арзан, яғни 250 теңге. Егер кім спонсор болғысы келеді, менің WhatsApp немесе VK парақшама жазсын. Сосын ақылдасып 250 теңгеге келісеміз. Осы спонсорлар арқылы ертең конкурс өтеді. Бұл конкурс оқушы 1000 кристалға не алады деген конкурс. Достар, бұл оқушы 1000 кристалға не алады деген айтударыңыз мүмкін. Неге оқушы 2000 кристал неге алмайды деп. Яғни бізде 500 подписчик болғаннан кейін 1000 кристал болады. Ал егер 1000 подписчикке жетіп жатсақ, тездетіп Алла қаласа, сонда оқушы 2000 кристалға не алады деген. Ал егер 1500 деп жетіп жатсақ, 1500 кристалға, яғни 3000 кристалға не алады деген сияқты конкурстар шыға береді бізде, достар. Сондықтан менің каналыма аттаушы тіркелеміз, лайк басамыз. Егер осы бір аптаның ішінде 600-ге жетіп жатсақ, онда тағы да конкурс өтетін болады. Керемет конкурстар, рулеткалар болатын болады. Алдыңғы жолы Нәке деген бала 200 кристалға эмоция ұтып алған тегін. Сондай. Егер спонсор болам дегендер маған келсін. Мен 2 спонсорым бар, уже 5 спонсор, енді 3 спонсор керек 250 теңгеден. Сендер тым болмағанда 100 подписчик тіркеледі деген үмітім бар. Яғни 100 подписчик тіркеледі деген сенімім бар. Сондықтан осы 500 подписчикке орай 1000 кристалға оқушы не алады деген конкурс өтеді. Бұл өте керемет. Достар. Бұған қатысыңдар. Қатысыңдар. Спонсор болам дегендер маған жазыңдар. Мен сендерге 250 теңге лайықты баға, 500 подписчикке қарағанда. Алдыңғы жолы 5000 подписчик бар, 1500 теңге деп тұрған. Лайықты баға 250 теңге деген. Сол 1000 кристалға не алады деген рулетка болады. Мысалы 1000 кристалды ақшаға чақсаң, теңгеге чақсаң, 1800 теңге ма, 2000 теңге болады. 2000 теңге болады. Немесе 3000 теңге ма, 3000 теңге болады ғой деймін. 3700 теңге ма, сондай болады. Сол 3700 теңгені сен өзің аласың, немесе сол Free Fire'дағы аккаунтыңа салып берем, потом өзім видео түсірем, сен аккаунтыңды бересің маған. Сосын мен сен видеоға түсіріп, екеуміз звондасып, яғни сөйтіп ойнайтын боламыз. Ойнаймыз деп қоям ғой. Сондай болады, достар. Бұл өте күшті конкурс болайын деп жатыр. Сондықтан қатысатын адамдар маған тез жазыңдар. Және спонсор болам дегендер тез жазыңдар. Қатысам дегендер, яғни плюс кетіңдер. Спонсор болам дегендер менің WhatsApp нөміріме жазыңдар. Бұл өте керемет болайын деп жатыр. Біз 500 подписчикке жеттік. Бұл өте керемет. Мен өте қуаныштымын, ойлаған жоқпын. 500 подписчикке қалай жетемін мен деп. Мүмкін емес қой бұл деп ойлағам. Үмітім үзілген болатын. Әбден сосын Рони деген каналға кіріп қарасам, мен спонсор болып тұр екенмін. Өйткені мен алдыңғы жолы оған спонсор керек деген, мен ол да 8000 подписчик бар, сол кезде бір бере салғам 500 теңге. Сосын кейін сол 10000 подписчик конкурс ұйымдастырған, содан келген подписчиктер. Одан келген подписчиктер аттаушы мені қолдаңыздар. Менде әр қандай видеолар шығып тұрады, яғни сапалы конкурс қалайын десеңіздер, конкурс болып тұрады. Мен шартымды орындасаңыздар, конкурс болады. Мен сол шоу, яғни топ жарған жақсы көрем. Сондықтан сіздерге не сияқты топ конкурстарды көрсететін болам. Қатысасыздар, жеңесіздер. Кристалл 1000 деп алударыңыз мүмкін. 10.000 подписчикке жетсек, мен 10.000 кристалға не алады деген рулетка өткізіп, яғни рулетка болады, немесе конкурс болады. Достар, ал ендеше біз видеомызды аяқтаймыз. Бұл өте
күшті болды. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Гартмон, яғни Бахо десеңдер де болады. Гартмон. Алдарыңда быт-шыт би.